Мен 4-ші А сынып оқушысы Жаңабаева Еркеназ. Авторы Шәкәрім Құдайбердіұлы. Бостандық таң атты. Бостандық таң атты, қазағым көріңдер. Арға ие басшының соңынан еріңдер. Таң артынан қақиқат күн шығады, еріншек жалқаулық әдеттен безіңдер. Арамдық аразды төбемен жойыңдар. Өтірік өсекті біржола қойыңдар. Намыс, жігер, бойыңа жиып қайрат, қажымай адалдық жағында болыңдар. Бірлікпен талапты еңбекке салыңдар. Өнерлі елдерден өнеге алыңдар. Күндестіктің өзімшіл көзін құртып, ұмтылып ерікті ер боп қалыңдар. Ақ зер адамның адамдық санасын, ақ жеңіп шығады арамның қарасын. Адал еңбек ақ жүрек берер шешіп, таза ақыл қосылса әлемнің таласын. Адамның бәрі бір болмайды аласы, оларды бұзатын нәпсінің таласы. Ар билейтін заманда нәпсі өліп, біргер еңбекте баршадан баласы. Адалдың жер жоқ, ақырда жеңбейтін, тарихта әрқашан адал жан өлмейтін. Ақ үйіліп сынбақ жоқ деген рас, нәпсі өлсе өзімшіл бұған кім сенбейтін. Таласпай бөліссе табиғат байлығын, қара жер тойғызар адамның барлығын. Махаббатпен бірлесіп еңбек қылған, өмірдің көреді бақытты сайлығын. Бұл өмір таусылмас жаңарар адамзат, арам ой мұтылып зорлықшыл болар мат. Адал етсең еңбектің земісін жеп, шалқыған ел жұртың боларсың көңілің шат. Мен өлсем ұрпағым артында қаларсың, тілеген мақсұтты өмірден аларсың. Есіме түсіп келгенде қабіріме, шаттықпен шалқытып әніме саларсың.